Ustaz, кейде бізді емлеген шпакер сияқлы, кейде ең сенімлі дос. Кейде болса өмірдің үлкен сахнасында жол көрсеткен режиссер сияқлы. Әрбір кәсіптің артында ұстаздың қолы, сабыры һәм мехрін көреміз. Бүгін сіз сахнада көріп атырған актерлар да алдын кішкене шәкірт болған. Олардың да сепкі қадемлері, дөретушіліктегі сабақлары һәм сахнадағы сенімі де ұстазларынан басланған. Әрбір рөл, әрбір жетіскерлік ұстаздың берген сабағының нәтижесі. Ұстаз бұл бағбанға мегзеймен өзім ұстазды. Ұстаз атаңнан да ұлы деген. Ұстаз мен үшін шамшырақ, қараңғылықтан туырылыққа, шырақтылыққа қарай жетелейтін инсан. Ұстаз деген сөздің өзі, мен сол сөзде естісем, осы жетіскерліктеріме, еріскерініме, осы дәрежеге жеткеніме барлығына себепші бұл ұстазлар болады. Ұстаз ата-бабаларымыздан кеп қалмаған, ұстаз атаңдай ұлы дейді. Соның ішінде ұстазлар біздер келешек аулаттың, олма инсанның келешегін белгілеп береді. Ұлы зат, бідайы инсан. Әлбетте, ұстазымыздан көп бақырсы естігеніміз өзіміздің пейілімізден кеп шығып. Енді ұстаз бізге жақсы болсын деп айтады, біз оның керісіне істегенбіз көбінше. Сол себептен әрдайым біздегі бақырат оны. Кішкене уақытымызда енді әр нәрсеге қызыға береміз ғой. Айнадан қарап, бір кластың сабақ өтіп жатқанын көріп, қарап деп отырсақ, достым екеуміздің құлағымыздан зауыш тартқанда, екеумізден құлағымыздан сүйреп кабинетіне апарып, сол уақытта неге өйтіп отырсың, неге айнасым кетсе не қыласың деп, сол уақытта бір бақыр естігенім бар. Ұстазларыңыздан көп бақыр естігенсізден, мен жүдә көп бақыр естігенмін ұстазларымнан. Мектепте де, институт уақытында да. Тәртіпсіз дейма, сондай азмас тәртіпсізлеу класс болғанбыз. Сонда енді сол кезде ұстазларымыздан бақыр естетін едік. Кезде имтиханда мен кешігіп қалдым да, бір имтиханға. Білемен имтихан екен. Бірақ сол түнімен айтып ұйықлай алмаймыз, нетеміз, ұйықлап жатырсам, бір уақытта класс басшымыз велосипед айдайтын еді. Сол велосипедпен келіп үйімнің есігін қағып тұрды да. Имтиханға жүрмейсің ба депті. Содан тұрып. Сол мұғаліміміз алып кеткен да сол кезде имтиханға ұйықлап қалғанбыз. Енді бұл енді еркелік сол кездегі бір күні сыртқа шығып кетті. Сол кезде мен орнымнан тұрып, сондай деп балаларға бір қызық уақиға айтып беріп жатқанда артынан кіріп қалды да. Мен оны білмеймін, сөйлеп тұра бергенмен бір арттан бір шапалақ келіп тиді. Шап еді. Сол ұлыма ядда қалатын уақиға болды ғой, ұлыма ұстаздың шапалағын деп. Хам сол бақыр естіңіз бе дегеніңізге айта жағым. Сол біз классымызбенен шоқ едік. Классымызбенен бір нәрсені бүлдіріп қойсақ, сол мұғалімнің сол завуштың алдына барған уақытта бір күні ядымда хаме балаларға бақырып келатыпты да, хаме балаларға бақырып келатыр енді. Жүдә тәртіпсізлеріне о заманда бір-екі шапалақларым өтіп кетеді. Бірақ сол маған келген уақытында ұят саған деп ұрмай кететін етті. Мен ойлаймын, сол уақытында сол басқа балалар қатар мағанан бір екі шапалақ берсе, я бақырса, бұл басқаша болар еді. Сол шоқылықларды қылған уақытымызда маған келіп тұрып, бақырмай кететін еді. Сенен күткенім жоқ еді, ұят саған деп кететін еді баламыз, бірақ сол уақияларды ойласам, елеге шекем мен өзім сол Гүлбақар ападан ұяламан. Балалық шақта енді жүдә шоқ болғанман, шоқ қыз болғанман. Балалар менен сол класста қызлар менен, балалар менен, әсіресе балалар менен көплеу төбелесіп жүргенмін мен.
классқа кіріп келген уақытта каблукта жүретұғын еді, биік өкшеде. Сол бақа алуым керек. Сөйтіп шала-пала полларды жудық. Енді ол уақытта класстың іші таза болып тұру керек қой мұғалімдер келген уақытта. Сол уақытта класстың ішлерін шала-шала жуып, бір жерлеріне сулы болып кеткен жерлері болды. Ұстазымыз кіріп келді. Сол жерде, кірген жерде аяқ тайып кетіп құлады. Мектепте қыздардың шашынан тартатұғын еді, һәм де бастарына қыздар бантик тағып қойған уақытта біз оны мазақлайтұғын еді. Һәм сол қыздардың ажағалары мектепке келіп біздерді ұрған, сол қарындасын жылатқанымыз үшін. Һәм ұстазымыз бақырған уақытта сол классымыздың балаларымен бірге һәм ұялғанбыз рас істеген ісімізден. Себебі өздеріміздің де қарындастарымыз бар еді. Жаңағы қатты шок болғанмын да мен де классымның балаларыменен екі класс бір-бірімізге жаңағы тақтада жазылған порлар менен жазылады ғой енді. Солар менен жазылған жазулар теп сыпырып бір-бірінің бетіне жағу, ямаса сондай нәрселер болады еді. Бір күні мен екі қолымды деп болып ана классқа кіріп балаларды барлығын бетлеріне жағып деп енді классыма есікті ашып деп кірсем, классым екі баласы тұрған екен да. Сөйтіп кофталарым деп шығып кеткен, жағалар деп кеткен, юбкілерім айланып кеткен, құлласы бір ахуалда тұрғанмын да. Тарих пәні мұғаліміміз еді, Перизат деген мұғаліміміз. Сөйтіп, сен не қылып жүрсең, еркек бала болғанда да ешкі еді. Мына сықылыңа қара десе, қарасам бетімнің барлығы пор болып атырыпты, әмме жеріме жағылған, ұлыма қожалақтай болып, үстілерім, қара юбкілерім дағал болып, сондай бір классым балалар мен бетіме қарап, шексілет пырқылдап күледі. Бір күн ана парталардың үстінде ана жазуларды өшіріңдеп біздерге не қылып бәрін шәмме партаға жазады ғой, атын жазады, фамилиясын жазады. Сол кезде көп жерде біздің ат жазылған да, мына партада да, ана партада да. Сөйтіп соны өшіріңдеп не қылып тапсырма беріп кетті біздерге мына сабақтан кейін өшіріп болың деп. Сол кезде оны өшірудің орнына біздер ана өшпей атып, мына қайттан атларымыз жазып кетіп, содан кейін ол кезде де бір дәкке естідік ұстазымыздан мектепте. Бізді мектепте болатын бір концертке шақырғанда. Сөйтіп, біз енді Тимур Исмаилов, Ринат Досжанов үшеуміз бала кезімізден басылып қосық айттық. Һәм үлкен сахналарда қосық айттық та біздер. Сөйтіп мектептегі сахнада концерт болып атырыпты. Концерт па, ұшырасу ма бір нәрсе болып атыпты, азыр анық есімде жоқ. Бірақ енді сол уақытта бір рубап бар. Рубапшы ағамыз рубап шертеді. Біз Тимур екеуміз қосық айтуымыз керек. Сөйтіп, біз өзі өкпеміз өшіп зорға жетіп келгенбіз концерт болатығын жерге. Енді кішкентай баламыз, 5-ші класс па, 6-ші класс па. Һәм сол уақытта андай столный микрофонлар болатын еді. Астында несі бар, үстінде мынандай микрофоны бар, столда тұратығын. Біз енді шығып айтайын деп жатырсақ, сахнада микрофон жоқ, зал толы адам. Біздің қолымызға сол столный микрофонды беріп жіберген да. Тимур Исмаилов екеуміз тұрмыз, ортамызда микрофон бар. Бірақ ана столный микрофонды қолымызға ұстап тұрғанымыздың өзі күлкілі да. Біздер соны ұстап тұрмыз. Залдағы зрительдер біздерге қарап күліп жатыр. Біздер залда қосық айтып тұрып, Тимур екеуміз микрофон Тимурға беремен, Тимур маған береді. Екеуміз құлласы күліп, сол концертте қосық айта алмадық. Әлбетте, мен өзі телевидениеден сол көп кино көретұғын едім, кішкентайымнан. Сол кинодағы уақиғаларды еліктейтұғын едім. Бір күн сол америкалық бір кино көрдік. Сол кинода колледжге Майк Шортикпен барады. Мен де сол кинодағыдай болсын деп Майк Шортикпен барғанмын, ажағам екеуміз барғам. Сол уақытта сол ұстазымыз бақырған, мектепке бұндай формамен келуге болмайды деп, һәм содан тура бізді директордың сол ханасына алып кірген, ол жерде де түсіндіру жұмысын алып барған, һәм сабақтан бізді қайтарып жіберген. Бір күні директордың ханасына барып қалдық. Құлағымыздан бұрап, директордың ханасында тұрсақ, директор айтты, ата-аналарыңыз шақырып келің деді. Сол уақытта қаяқтандыр білмеймен, мен қиялыма шақыр деді маған. Жоқ дедім, қаяқта деді. Папам мен мамам Қазақстанда еді деп қорыққанымда енді папам мен мамамнан Қазақстанда еді дедім. Нұрдәулетке сен шақыр деді. Жұмыста деді, телефонын бер деді. Нұрдәулет үйіндегі
телефонун беріп еді. Қорқып тұрмыз енді директордың қанасына дейін бару. Директорымыз сол уақытта Нұрдәулеттің мамасына үйіне қоңырау қылып, мамасын шақырды. Тие берсін Зинапа деген. Ол да ұстаз еді, жай жәннетте болсын. Зинапа келіп, Бақтиярды ата-анасын шақыртайын десем, Қазақстанда екен деді де. Зинапа енді біздің мамамлар танитын еді. Бірақ сол уақытында бізге бір қарап қойған. Біз енді сол уақытта да сәл бір шаққалау болып, бір затларды ойлап тауып болғанбыз. Ұстазым Кеңесбай Ташқоразов, шай жәннеттен болсын. Сол ұстазым мені көбінше конкурсларға, байрам концертлеріне мәжбүрлеп, сүйреп алып, сол шығаратын еді. Мен ойлаймын, сол ұстазымның маған болған мехірі, маған болған ықыласының арқасында сол маған үлкен бір түрткі болды деп ойлаймын. Әлбетте, ұстазымыз Жалғас Сұлтабаев бізді көркемөнер институтында оқытқан. Сол уақытта группаласпен hamımız оқытқан уақытта бізге қарата айтқан: сіздер қаншелі талантлы бола берің, егер сіздерде жауапкершілік болмаса, сіздер ешкім болмайсыз деп айтқан. Бірінші нәубетте жауапкершілік тұрсын балалар деп біздерге айтқан. Сол гәпі еле кешем ядымда. Һәм өміріміз дауымында өзімізді әмел етеміз, һәм басқалардан да талап етеміз. Сол ұстаздарымызда үлкен ұлы тұлға болайық. Мен өзімнің атам, ұлы режиссер Қабылбақ, сол көркемөнерінің ең бірінші қамал тасын салған инсанлар деп айтсақ болады. Основасын салған театр өнерінің, мәдениетінің. Солардай болу арзуымыз еді. Одан кейін сол институттағы ұстазларымыздың, Аман Абдразақовлардың, одан кейін Нәжімайдын Асатбаевлардың театрдағы сондай инсанлар болу әмеміз, сол жастылар, шәкіртлер ниет қылғанбыз, арзу болғанбыз. Біріңіз жоқ болып кетпесін деген гәпі бар еді. Мына бір болмаса, неше нөл болғанменен бәрібір нөл болып қалады. Соның үшін біріңіз жоқ болып кетпесін ұлыма деп айтқан гәпі әзірге дейін ядымда да. Кейден барып түсіндік біздер біріңіз жоқ болып кетпесін дегенге. Любойдыр санның, қайсы санның басындағы бір саны жоқ болып кетсе, ізіндегі салалар еш сыртылмай қалады деп. Соның үшін сілердің өміріңізде, неңізде, өзіңізден басына біріңіз жоқ болып кетпесін деген гәпі бар еді. Сол ядымызда қалды да әзір. Барлық ұстазларымның маған айтқан әрбір сөзлері, ұстазларымның маған беріп отырған пікірлері, сын пікірлері барлығы мен үшін үлкен бір не дейді, сабақ. Мысалы, Ташкентте оқытқан ұстазымның маған берген тәрбиялары, сөзлері, барлығының айтқан сөзлері мені әр дайым менің құлағымда, ойымда, жүрегімде. Бізде сахна сөзі деген ұстазым бар. Оқытқан бізді Рамаздан Қадиров деген Хазырам, сол Ташкент қаласында, сол көркемөнер институтында үлкен оқытушы. Сол Рамаздан Қадировтың бір сөзі бар еді: бұл кәсіпті жақсы көрмесеңіз кетің бұл кәсіптен. Қайсыдыр кәсіпті, қайсыдыр талапты сіз өзіңіз жақсы көріп істемесе екенсіз, онда ешқандай өнім болмайды. Соның үшін ол маған айтылған емес, бірақ қайсыдыр нәрсені істесеңіз, оны жақсы көріп істе. Жақсы көріп істемейтін нәрсеңізден дәрхал уаз кешің дейтін еді. Енді орысша айтылатын еді, ол уақытта біздерге көбінен көп рус тілінде айтатын еді. Бороться, искать, найти и не сдаваться дейтін еді ұстазларымыз. Кейін институтта ұстазым Азат аға айтатын еді: незаменимых не бывает дейтін еді. Демек, ертең мен актер болғанымда менің орнымда ешкім баса алмайды, менен басқа ешкім жоқ деген нәрсені ешқашан ойламаң, себебі сенен де зорлары келеді сахнаға дейтін еді. Сен әр дайым өз үстіңде ізле, актер әр дайым ізленушең болу керек деп, сол гәплері еле есімде. Негізінде мен 6 жасымда
сүйінші деген киноны көрдім 2001 жылдар. Сол уақытта сол мен қарындасты болғам һәм сол сүйінші киносының ақырындағы бір эпизодын мен қоңсылардың үйлерін қағып сүйінші анам қыз туды деп көшені басыма көтергенмен де сол уақытта ұстазым айтқан екен, менің ядымда жоқ, бұл баладан сол артист шығады, сол көркемөнер тарауына бейім бұның қылықлары деп сол ата-анама айтқан. Кейін осы көркемөнер институтына оқуға кіргеннен кейін ұстазым маған айтты, сен балаларыңды сондай қылып үйреткен едің, бала сол 5 жасынан белгілі деген рас екен деп айтқан. Сөйтіп бір күні бір қызықлы оқиға болды. Ұстазымыз Нәжімәдин ағаң Сатпаев үлкен бір спектакль. Меніңше сол кезде массовый спектакль. Алпамыс беді, сонда бір үлкен спектакльді сахналастырылып отырып еді. Сонда мен қатешілік қылып, сол кешігіп қалдым да, өзімнің шығатын уақытымнан сахнада таярлыққа. Сол кезде Нәжімәдин ағаң Сатпаев қатты сол ортаға сахнаға шығып, қатты бақырды да маған. Бақырып сондай сол кешікпей енді тәрбие беру мақсатында бақырып нетті. Сөйтіп сол күні жақсы деп әмме репетициялар қылып қайттық. Сөйтіп ертесіне Нәжімәдин аға таярлық басыламастан сөйтіп маған тағы нетті жүзленді да. Сен балам кешеге бермесең ол. Саған кеше бақырып едім. Мен атам Төреш Алланазаров. Ең Қарақалпақстандағы ең бірінші режиссер, профессионал режиссер, Өзбекстан халық артисі Төреш Алланазаров. Біздердің Нәжімәдин аға әмме ұстазларымыздың ұстазы біздерде. Сол Төреш ағаны түсімде көріп шықтым ғой. Кеше саған бақырып едім. Кешеге бермесең ол, мені бақырта бермесең ол. Сол Төреш ағамыз қапа болды ма саған бақырып едім деп. Сондай уақиғаларды айтты да. Менің ең бірінші ұстазым сол Кеңесбай Ташқорасов деп айта аламын. Һәм онан кейін Сәріпбай Халмұратов. Одан кейін мен ұстазларым көп. Мен ең бақытлы инсанмын. Себебі маған кім қандай қосықтың нелерін айту жолларын үйретсе де, мына жерінде қате кемшілік болды деп үйретсе де, бәлкім менен кішкентай бола қойсын, мына жер мынандай деп айтса да, ол мен үшін ұстаз. Себебі менің білмегенімді ол сырттан мені бақылап, менің кемшілігімді толықтырып дұрыслаған үшін ол мен үшін үлкен ұстаз. Қадим Таслап бірінші дебют рөлдерімді ойнауыма жәрдем берген Өзбекстан халық артисті Мырзагүл Саппаева, осы ұстазымды көп нәрселерді үйренген мен. Сол 2-ші класс уақытымыздан бастап Домкультураға қатынағанбыз. Қазір ұстазлар күнінде және естіліп өтуім керек. Марқұм Хамрадин аға Шарападдинов деген ұстазымыз болды. Жай жәннетте болсын, сол Домкультура мәдениет үйінде бізге қосық айтудың сырларын үйретті. Һәм біз еліміздің бірінші ғаризсіздік байрамы, Наурыз байрамы, үлкен байрамларда сол балалар блогын менен қосық айтатұғын сол ғаризсіз Өзбекстандағы Қарақалпақстанның балалар блогының бірінші қарлығашылары болып есептелеміз. Себебі біз Нәуше ансамблінің бірінші қарлығашыларымыз. Мәдениет тарауында ұстазларымыз көп, айта берсек, колледж дәуірінде Дәрбай Қожаберген ұстазым болды. Көркемөнер институтында Лиза Оразымбетова, Марияш Исмаиловалар ұстазымыз болды. Бұлай өзіміздің театрдағы ұстазларымыз бар. Өмірбай Қосымбетов, Базарбай Назарымбетов, Құрбанбай Қаландаров, көп жүрсін Алла Назаров ұстазларымыз бар. Сол ұстазларымыздан әрқилы сырларын, актерлік шеберлігінің, театрда рөлдердің қайтып атқаруларын әрқайсысын әммесінен өзінің білгенлерін айтып, жол жоба көрсетіп театр әзіргі уақытта. Олардан айтып өтетін болсақ, Өзбекстан халық артисті Нәжімәдин Аңсатбаев, Өзбекстан халық артисті Жалғас аға Сұлтабаев, көп қана Базарбай аға Ұзақбергенов, Базарбай аға Назарымбетов, Өмірбай аға Қосымбетов, Құрбанбай аға Қаламдаровлар, көп қана ұстазларымыз, Сұлухан апа Ғаниева, Жұмагүл апа Сағындықова,
Данияр аға, Дина апа, сонда Жүзімгүл апалар, көплеген Амин апалар. Сол көплеген біздерден алдыңғы өткен ұстаздарымыз да біздерге өмірде, кәсіпте қандай болу керек екенін әр жақлама біздерге ұстаздық еткен, үйреткен. Мен 2008 жыл көркемөнер институты ашылған уақытында, сонда бірінші актер шеберлігінен сабақ берген мен. Өзім Ташкентте қандай ұстазларымнан білім алған болсам, солардың бәршесін өзімнің шәкіртлеріме, студенттеріме үйретуге, түсіндіруге әрекет еткен ұстаз болдым. Өзімді талапшаң, егер бір шәкірт даярласам, жағында бір шәкіртлер даярлап, институтқа оқуға тапсыруына жәрдем бердім. Шәкіртлерімден өзім қайтып, ұстазларым мені қайтып қатты қоллықпен ұсылаған болса, оларға да сол қатты қоллықты істегенмен бірде сол рөлін шығара алмай отырған болса, хатты менен шапалақта жеген гүлдері болған. Лекін бірақ сол шәкіртлерім қазір көп шәкіртлерім істеп жатырыпты, магистр оқып, театрларда істеп жатырыпты, Қуршақ театрларында да істеп жатырыпты, ведущий актер, актрисалар барлығы. Біздердің Ташкентте оққанда Шокрека деген рақс сабағынан беретін, таныс сабағынан беретін ұстазымыз бар еді. Сол айтатын еді, қатте ойнап жатырсақ, я неде қатте тұрсақ, соқты айтатын еді. Аяғымызға жаңа неменен шоқпен ұрады да, қолында таяғы болатын еді. Аяғымызға ұрады да, қатте тұрып жатсады. Сілер ойлап жүріп едіңіз, Ташкентте газ су ішіп, маза қылып жүремін деп жүріп едіңіз. Сілер дейді, аралдың балығын жеп, аралды құртып келгенсіздер деп сөйтіп бағаратығын еді. Сол ұстазымның кәпілері ядымда көбінше. Мұхаббат хақында бір гәпі ядымызда қалды, өмірде мұхаббат бар деген гәпі. Не дейді? Бір күн мұхаббат, бақыт, байлық, мәмесі жасырынбаша ойнап жатқан ғой. Сөйтіп, әмесі бұлай жасырынып деп жүріп тұрып, мұхаббат жаңа әтіргүл, гүлдің қасына кеп тұрып, тығыламан деп жатқан кезде көзіне жаңа тікені кіріп кетіп, мұхаббаттың көзі жоқ, көр болып қалғанда, сөйтіп жаңа қасына кеп, қызғаныш кеп тұрып, жаңа мұхаббатқа айтып, сондай біздердің кешірімістен сондай көзім көр болып қалды, соң үшін мен сені әмме уақыт қасында ап жүремен дегенмен, мұхаббат пен қызғаныш әмме уақыт бірге жүре деген екеуі. Сол гәпі ядымызда қалды. Өмірде мұхаббат бар деп ойлаймыз біздерде. Ұстазларымыздан көбінен көп екі ауара сөзді қойың. Кейін айтатұғын гәпі, тыныш отырың, одан кейін тыныштылықты сақлаң деген хит сөздері көп. Енді мұғалімдеріміздің біздер енді көбінен көп әр мұғалімге лақап қоятын едік. Бір мұғаліміз бар еді, Тұржанов деген ұстазымыз бар еді. Әрдайым келсе, шалбарын бір көтеретін еді. Сонымен Тұржанов мұғалімімізді көбінен көп дейіп мазақлайтын едік. Кейін историядан, тарихта мұғаліміміз бар еді, ол ұстазымсам, неғып отырсаң деген сөзді біздерге неғып отырсаң деп, нығып отырсаң дейтін еді да. Сол нығып отырсаң деген сөзіменен нығылды мұғалімге атыр дейтін едік. Әлбетте, алтын дәуірде, сол студенттік дәуірде Бектілеу Низамандинов деген сол ұстазымыз бар, қазірге шейін бірге жұмыс істейді. Сол инсан айтқан, бола берме тәртіплі, бұзып тұр арасында тәртіпті дейді. Ол әзілкеш еді. Сол инсанның айтқан гәпі елегіден ядында, достарымыздың да ядында. Мәселен, біздер бір жерге бір аздыкен кешіп басақ, біздерге бақырған уақытта ішімізден дәру сол Бектілеу ағаның сөз келеді. Бола берме тәртіплі, бұзып тұр арасында тәртіпті деп өзімізді алжастырып кетеміз. Мінеки 1 октябрь ұстазлар һәм мұғалімлер күні барлық ұстазларды байраммен құттықтаймыз. Мен ұстазларға талмас күш қайрат тілеймін, денсаулық тілеймін, байрамыңыз құтлы мүбәрек болсын, әзиз ұстазлар.
Барша ұстазларымызды бүгінгі байрамлар менен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздың бақыты бұл шәкірттің камалы. Ұстазларымыз алдымызда аман болсын, бақытымызға сау болсын, барыңызға шүкір, байрам мүбәрек болсын. Сол жерде Ибраим Юсуповтың нәресте қосығы есіме түсіп отырыпты да. Нәресте ол адамның ең үлкені. Кім болсаң да сен баласаң кешегі, шешең бұл тұрсында тумаған сені. Ғарылар да бала болған деседі. Сол айтқандай біздерде бала болғанбыз, шоқ қыз болғанбыз, мектепте, әттекі әзір жұмыста да сондайман, әмме жерде мен шоқпан. Құдайға шүкір, барлығы сол ұстазларымыздың арқасында 1 октябрь ұстазлар күні менен бәрші ұстазларымды құттықтаймын. Дайым ұстазларымыз алдымызда аман болсын, денсаулығы бекем болсын, шаңырағында аманшылық, тыныштылық тілеп қаламын. Байрамлар және бір мәрте құтлы болсын. 1 октябрь ұстаздардың байрамы менен шын жүректен құттықтаймын. Машағатының минетінде, сол жұмысларында табыстар тілеймін. Мемлекеттің рауаждануында ұстазлардың орны әдеуір дәрежеде. Мәселен, жайдың бекемлігін ұстап тұратын фундамент болатын болса, сол ел басшыларын, алымларды, данышпандыларды ұстаз тәрбиелейді. Сол үшін ұстазларға хәмеше әумет тілеймін, денсаулық, бекем, күш қайрат тілеймін. Әзиз ұстазлар, байрамларыңыз менен шын жүректен құттықтаймын. Ұстазларыма мен ойлаймын шексіз міннетаршылық білдіремін. Сіздер барсыз, бұл әлем бар. Кейінгі ұрпақ бар. Кейінгі жәмиет бар. Үлкен табысылар тілеймен. Ешқашан шәкірт тайырлаудан шаршамағайсыз. Әмеше шәкіртлеріңіз сіздердің атыңызды шығарып жүретұғын бір ұлы халқымызға белгілі инсанлар болуын тілеп қаламын. Байрамларыңыз құтлы, мүбәрек болсын. Әзиз ұстазлар.